Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айкерім. Бүгін сіздермен жасалу оңай, тез, дәмді тағамның түрімен бөліспекшімін. Бәрі үйдегі қарапайым заттармен жасалынады. Әдеттегідей бірінші майымызды қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған пиязымызға сарымсағымызды саламыз да қуырамыз. Қымбатты менің көрермендерім, менің басқа да видео рецепттеріммен таныса отырыңыздар, сілтемесін осы видеоның астынан табасыздар. Енді үйдегі бар кез келген фаршты салып қуырамыз. Шамамен 4-5 минут қуырып алған соң, тұзымызды және дәмдеуіштерімізді саламыз. Мендегі дәмдеуіштер паприка, қызыл ащы бұрыш, қара бұрыш және хмели сунели. Болгар бұрышын салып, 1-2 араластырып, отты өшіремін. Макаронға тұз салып араластырамыз. Және оның үстіне жаңағы дайындап қойған фаршымызды саламыз. Ыстық қайнаған су құямыз. Ең бетіне ірімшігімізді саламыз. Мен жасап жатқан тамақтың мөлшері 6 порциялық. Бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пеште 200 градуста 45 минутқа қоямыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.